Армысыздар, қазақ елі. Мен республикалық буктрейлер байқауына қатысушы Теміралы Батырхан, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, номер 11-ші Таят Тастандиев атындағы орта мектебінің 10-ші А сынып оқушысы боламын. Сіздерге таныстырғалы отырған кітабымды барша қазақ елі оқуы тиіс. Неге дейсіз ғой? Ендеше тыңдаңыз. Шуақты күндер кітабында отбасы құндылығын дәріптеу, жанұя мүшелерінің арасындағы сыйластықты қадірлеу туралы сөз болады. Тәлім, тәрбие мен үлгі өнегеге толы бұл кітапта Батыр Бауыржан атаның тағылымды сөздері арқылы жанұядағы негізгі құндылықтар айтылады. Бауыржан ата немересі Ержанды ұлтымыздың салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарының тарихының тұнығына тәрбиелеп, ағыз еркектік қасиетке тәрбиелейді. Атап айтатын болсам, өтірік айтпауға, өліп бара жатса да шын сөйлеуге, адал, әділетті болу, тәкаппар болмай көпшіл болуға, үлкенге ізет көрсетіп, қос қолмен амандасуға, қонақтарды сыйлауға, өз қателігіңді өзің түзетуге, әке-шешеңнің етегіне оралып жылай бермей, жығылсаң да, сүрінсең де өзің қайта тұруға үйретеді. Немересі Ержанның ақыл ойын дамыту үшін атасы оған жұмбақтар жасырады, ертегі айтады, сурет салғызады, және немересін көрген түстерін ықыласпен тыңдап, жақсыға жорып отырады. Шуақты күндер кітабында қыз баласына арналған ақыл кеңестер көп беріледі. Оны оқыған әр қыз баласы ақылды да дана болып өседі. Зейнеп Ахметова, дана келін, осы бір шығармасы арқылы жаһанданудың жанарған жастарын қайтадан ата жолына шақырады. Өз ұстанымы арқылы бүкіл қазақ жұртының баласын жақсылыққа тәрбиелеп отыр. Зейнеп Ахметованың бұл кітабында бүгінге ешқандай оқу орны бере алмайтын тәлім, тәрбие мен өнеге жатыр. Қонақ күту әдебі, салт-дәстүрді ұстануы, бала тәрбиесін қалыс қалдырмауы, бабалар аманаты осы шығарманың негізі болып табылады. Осындай асыл қасиеттеріміздің бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне үлгі ете отыр. Бауыржандай батыр ері мен Зейнептей дана аналар көбейіп, ұлтымыздың келбеті жарқырай түсер еді. Жазушы Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер шығармасы ата мен келіннің, әке мен баланың, ұлт пен ұрпақ арасындағы байланыстың шебер көрінісі. Сондықтан да мен барлық оқушыларға Шуақты күндер шығармасын оқып шығуға кеңес беремін.